Армысыздар, Қазмаркет KZ арнасының тұрақты көрермендері. Сәлем достар. Бүгінгі біздің бағдарламамыз бұрынғыға қарағанда өзгеше болайын деп тұр. Бүгін Huawei компаниясы өзінің P30 сериясындағы смартфондарының презентациясын өткізіп, дүбірлі той өткізіп жатыр. Ендеше Huawei компаниясының таныстырылымы болады, кеттік көрейік. Достар, қазақша hands-on немесе алғашқы көзқарас. Біз бүгін Huawei компаниясының P30 сериясының презентациясындамыз. Менің қолымда осы презентациядағы ең басты қонақ десе де болады, P30 Pro смартфоны. P30 Pro смартфоны Қазақстанда 2 түсте сатылымда, бірақ та әлем бойынша 5 түсі бар. Сатылымдағы бағасы бізде 400 мың көлемінде. Алдағы уақытта көптеген дүкендерде сатылымға түседі деп ойлаймыз. Дизайны бойынша P20 Pro'дан аса айырмашылықтары жоқ, бірақ та артқы жағында бізге қосымша бір камера қосылыпты. Бұл камерада мегапиксельдері жоқ, бұл тек қана адамды камераға жақындатқан кезде артқы фоннан бөліп алу технологиясы бар. Бұл жерде 20, 40 және 8 мегапиксельді 3 камерасы кез келген уақытта сізге керемет суреттер түсіруге мүмкіндік береді. Және де 5 еселік оптикалық зум бар, және де 10 еселік гибридтік зум, онан ары қарай сізде цифрлық зум қабілеті бар. Сіздерге маған қарай жақын келсеңіздер, достар, мына оптикалық зумна келетін болсақ, сіздерге сұрақ, мына қабырғада сіздер қандай жазу көріп тұрсыздар? Бір көзбен қараған кезде Huawei P30 серия перепиши правила деген жазу. Ал егер 5 еселік оптикалық зумды қолданатын болсақ, мына жақ бұрышта қара әріптермен бір сөз көрініп тұр. Бірақ та ол сөздің қандай екен нақты көрінбейді. Одан кейін гибридті зуммен тағы да одан ары қарай жақындатсақ, мына жерде «Сде создана вместе лейка» деген сөз бірден көзімізге көрінді. Одан ары қарай да бізде цифрлық зумды қолданса болады, бірақ та ол кезде кішкене суреттің сапасы құртыла бастайды. Қанша айтқанмен де цифрлы жақындату ғой. Енді техникалық сипаттамаларына келетін болсақ, оперативтік жады 8 гигабайт, ал тұрақты жады 256 гигабайт. Бұл смартфон бізде Android 9-да жұмыс жасайды, және де MIUI-дың нұсқасы бізде 9-да 1. Міне достар, алдыңғы камерасының сапасын қараңыздар, маған өте ұнады, HDR бар екен, және портрет режимінде алдыңғы камерасы керемет түсіреді. Мақсат, бізге қарап қой. Керемет. P30 Lite негізі бюджет санатына жатады. Бұның бағасы, Қазақстандағы бағасы 150 мың теңге тұратын болады. Жалпы енді бұл бюджет болғаннан кейін жаңағы Pro мен жай P30-ға қараған кезде техникалық сипаттамалары мен басқа да тұстарынан әлсіздеу. Артында 3 модульдік камера, ең үлкені 24 мегапиксель, ортаңғысы 8 мегапиксель және ең кішкентайы 2 мегапиксель. Шамамен Қазақстанда бір ғана нұсқасы болады, қара түсте. Ал мына жағындағы фронталды камерасының мегапикселі 32. Достар, дәл менің қасымда Huawei компаниясының ресми өкілі Қуат. Ассалаумағалейкум, Қуат. Ассалам. Құтты болсын презентация. Рахмет. Жалпы осы P30 сериясы биылғы жылы несімен тұтынушыларды таңғалдыра алады? Ең бастысы камера жағы. Ең басты мақсатымыз ол әр адамға әртүрлі жағдайда сурет түсіруге мүмкіншілік береміз. Күндіз болсын, түнде болсын, алыстан болсын, жақыннан болсын, біз сондай мүмкіншілікті бере аламыз. P30 смартфондарымен. Біздің барлық смартфондарымызға 1 жыл кепілдік береді, зауыттан шыққан кепілдік береді. Және де
Алматыда, мысалыға, және де бүкіл Қазақстанда біздің сервис орталықтарымыз бар. Ыңғайлы жағдайда келіп, телефондарыңызды көрсетсеңіз. Қазақта ортаншы балаға от түгілі боқтады жоқ деген сөз бар емес пе? Мақсат сол сияқты мына P30 смартфоны еленбей қалып жатқан сияқты. Ақшасы жетпегендер P-Lite алады, ал ақшасы тасып бара жатқандар P30 Pro-ны алады. Себебі сенің ақшаң болса, үстінен қосып 100 мың теңгеге оданша Pro-ны алған дұрысырақ сияқты. Ақшасы демекші, жаңағы Pro 400 мың тұрса, Lite 150 мың тұрады, мынау 200 мың ба? 300 мың тұрады. 300 мың теңге 300 мың тұрады. Арасында 100 мың теңге. Арт жағында 3 камерасы бар, 40 мегапиксельді негізгі камерасы, және де алдыңғы камерасы бізде 32 мегапиксельді. Батареясына келетін болсақ, бұл жерде 3650 мАч сағатына, Pro-мен салыстырғанда едәуір аз. Қуаттау мәселесінде тез қуаттау жүйесі бар, яғни ол супер чарж деп аталады. Өндірушілердің айтуы бойынша өте тез қуаттайды, жарты сағаттың ішінде 100%-ға дейін жеткізу мүмкін. Бірақ та тексеру барысында біз алдағы уақытта шоу жасаған кезде қанша уақыт ойынға, кино, видео көруге жететінін тексеріп көретін боламыз. Жалпы алғашқы көзқарас деген мақсат ол бірінші эмоция, сипаттамасы, сыртқы түр келбеті деген сияқты. Мысалы саған түрі ұнады ма осы? Түрі P20-дан аса айырмашылығы жоқ. Түстеріне дейін мен P20 ұстап тұрған сияқтымын P30-ды ұстаған кезде. Айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Айырмашылығы жоқ. P30 смартфонның бір ерекшелігі, Samsung-тағыдай сіз бұл смартфонның үстіне кез келген сымсыз қуаттай алатын гаджетті қойып, сол смартфонды немесе гаджетті қуаттай аласыз. Құрметті Қазмаркет KZ арнасының көрермендері, бүгінгі бағдарламаны осымен аяқтасақ. Біз бүгін Huawei компаниясының P30 сериясындағы смартфондардың презентациясында болдық. Мақсат, жалпы сен бүгін кештен қандай әсер алдың? Алған әсерім керемет негізінде, бірақ бір өкініштісі біз бәрін егжей-тегжейлі қылып көрермендерге толық түсіндіріп бере алмадық, уақыт тапшы екен. Бірақ та көңілдеріңізді түсірмеңіздер, себебі алдағы уақытта біз міндетті түрде бұл смартфондарға толық шолу жасап, сол жерде барлығын айтып береміз. Ендеше достар, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Көріскенше сау!